да бір қоян өлтіріп алып кеткенсің, менің де жегім келеді. Сәлем достар, ауылдан келген осы екі қоянның етінен тағы да көзайымның сұранысы бойынша манты жасайын деп шештім. Етті жақсылап жуып алып, таза суға тұз салып, бір түнге қалдырып қойдым. Таңертең тұра сала сүйегінен етін сылып алдым. Сүйегінен қуырдақ, етінен фарш жасаймын. Фаршымды дайындап алдым. Және дәміне қарай тұзын, бұрышын қостым. Сонымен қатар тыква қостым. Бізде көзайым өте жақсы көреді тыква қосқанды. Және картоп, капуста, чеснок, пияз, дәміне қарай тұз, бұрышын аздап соя қостым. Сөйтіп осылай манты жасауға кірісіп кеттім. Өте көп фарш шықты екі қоянның етінен. Және жартылай пісіріп, жартылай қатырып қояйын дедім. Сонымен осылай мантыларымды жақсылап түйіп алдым. Қатыратынымды жеке қойдым, пісіретінімді жеке дайындап алдым. Өте керемет, дәмді манты болды, балаларға қатты ұнады. Және мантымен қоса қуырдақ та дайын болды. Қуырдақты керемет дәмді болды. Бізге ас болсын. Рахмет.